Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге Pinduoduo сайтынан оптым бағада зат алуды үйретемін. Ол үшін мына жерде бір затты таңдаймыз. Мысалы, памперс таңдадық. Подгузник. И осы жерде осы жерде сіздерде мынадай шығады. Мысалы, өзіңізге керекті размерді таңдайсыз. Мысалы, мынау S 4-8 килолық балаға арналған. S-ті таңдадық. И мына жерде стрелка тұр. Мына стрелканы көрдіңіздер ме? Ана бір минус бір плюстың үстіндегі тұрған стрелка. Осыны басасыздар да, и өзіңізге таңдайсыздар. Тағы да таңдайсыздар. Мысалы, мына жер қанша килолық керек? L керек па? L плюс таңдайсыздар тағы да. И осы жерден тағы да қанша керек, соны таңдай бересіздер. Плюс деп қоса берсеңіздер болады. Бизнес бастағысы келгендерге или оптимизмда көбірек үйіне алып қою керек нәрселер болатын болса, осы жерден аласыздар. Туысқандарыңызбен бірге қосылып алатын болсаңыздар, осылай оптым бағада алсаңыздар, сіздерге ұтымды деп ойлаймын. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Pinduoduo сайтынан киімнің размерін таңдауды үйретеміз. Киімді қытайларда өзінің весін 2 есе санайды. Мысалы, сіздің весіңіз 60 кило болса, 120-135 аралықтағы размерді таңдайсыз. Если 50 килолық болсаңыз, 100-120 размер аралықтағы нені таңдайсыз. Қытайларда киімді осылай өзінің салмағына 2 есе өлшеп таңдайды.